Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Вендетта фильмі. Фильм басталғанда, біз ұшақтың ұшу-қону жолағына қонып жатқанын көреміз. Кадр бірден көлікке ауысады. Онда оқиғаның басты кейіпкері, арнайы операциялардың тергеуші офицері Джимми Викерс отыр. Ол бір әйелдің анасы болуы мүмкін адамның ескі даусын тыңдап отыр. Әйел оны жақында көремін деп үміттенетінін, және оның үйге аман-есен жетуін қалайтынын айтады. Джимми үйіне қайтып бара жатқанда қатты мазасыз күйде болады. Үйіне жеткен соң, досы Гриффиннен келген тағы бір дауыстық хабарламаны тыңдайды. Гриффин оны жұбатып, қайғысына ортақтасатынын білдіреді. Бұл жерде бір қайғылы оқиғаның орын алғаны анықталады, ал Джимми қатты күйзелісте. Кейінірек ол барға барады. Сол жерде иелері Депс пен Терриден оқиға туралы бірдеңе білетін білмейтінін сұрайды. Терри ештеңе білмейтінін айтады. Бірақ Джимми оның ата-анасының үйінен бар жоғы 50 ярд, шамамен 45 метр қашықтықта тұратынын, және айқайларды естімеуі мүмкін емес екенін алға тартады. Терри бұған риза болмай, егер Джимми жанжал іздеп келсе кетуін сұрайды. Болып жатқан оқиғаларға ашулы әрі күйзелген Джимми Терриді жағасынан ұстап, онымен және тағы бір бейтаныс адаммен төбелеседі. Осы сәтте Депс араша түсіп, Терриден білгеннің бәрін айтуын талап етеді. Ақыры, Терри сол түні өрт сөндіру қызметіне қоңырау шалғанын, және 4 бандитті көргенін айтады. Олар үйге кіріп, Джиммидің әкесінің айқайын естіген, бірақ араласуға қорқып, терезеден ғана бақылап тұрған. Оқиғалар біртіндеп реттеліп келеді, ал кейінірек біз Джиммиді ата-анасының өлтірілген үйіндегі өртеніп кеткен гаражда көреміз. Ол бөлмеден ескі сурет тауып, ата-анасын еске алады. Содан кейін оқиға бірнеше күн бұрынғы уақытқа ауысады. Сол үйде Джиммидің ата-анасы әлі тірі. Джиммидің анасы күйеуі Джордждан шөпті шабуды сұрайды, өйткені ұлы келе жатыр, және ол үйдің таза болғанын қалайды. Олар екеуі де Джиммидің үйге келуін асыға күтеді, ал әкесі кешкісін шөп шабуға келіседі. Оқиғаның басқа жағында 4 бандит көліктің ішінде заңсыз заттарды қолданып, келесі құрбанын күтіп отыр. Олардың бірі нысананың күн сайын ақша таситынын айтып, бәрін тыныштандырады. Кейін біз банкте ақша салуға кетіп бара жатқан қызды көреміз. Бандиттер қоян маскаларын киіп, қыздың көлігін аңдып, соңынан түседі. Жолдың соңында олар қыздың көлігін тоқтатып, оны күштеп сыртқа шығарады. Олардың бірі көліктен ақшаны іздейді, бірақ таба алмайды. Кенеттен дәл сол маңнан өтіп бара жатқан Джиммидің әкесі Джордж көлігін тоқтатып, жағдайды көреді. Бандиттер Джорджға кетуін талап етеді, бірақ олардың бірі оны бейсбол таяғымен ұрып жібереді. Алайда Джордж оған соққы беріп, басын жарып жібереді. Содан кейін ол қалған үшеуіне қарап, оларды кетуге шақырады. Бандиттердің бірі оған пышақ кезенеді, бірақ полицияның сиренасын естіген соң, бәрі қаша жөнеледі. Көп ұзамай полиция оқиға орнына жетеді. Джордж полицияға өз мәлімдемесінде тек тоқтатқысы келгенін, өлтіру ниеті болмағанын айтады. Бас инспектор Холлинс мысқылдап, бейсбол таяғын сілтемес бұрын, соны ойлау керек еді дейді. Джорджды абайсызда кісі өлтіру күдігімен қамауға алады. Сол күні кешке аман қалған 3 бандит өздерінің бастығы Уорренге келіп, ұрлықтың сәтсіз аяқталғанын хабарлайды. Уоррен інісі туралы сұрағанда, оның өлтірілгенін естігенде шошып кетеді. Інісінің өлімінен ашуға булыққан Уоррен бандиттерге Джордж өлмейінше бұл жерге қайтып келмеуге бұйрық береді. Кепілдікпен босап шыққаннан кейін Джордж үйіне оралады. Алайда Уоррен бастаған бандиттер оны аңдып, соңынан келеді. 2 бандит алдыңғы есікті қағады, ал қалған екеуі үйдің артқы жағына өтеді. Олардың бірі Джиммидің анасын зорлайтынын айтып, басқалармен күліп тұрады. Ал Джордж қабырғаға жабыстырылып, пышақ аузында тұрғанда, оған сол бандит сол күні батыр болмауын керек еді дейді. Содан кейін олар ерлі зайыптыларды гаражда орындыққа байлап, үстілеріне бензин қояды. Қайғы мен қорқыныштан жылап тұрған Джордж бен оның әйелін Уоррен от қойып, тірідей өртеп жібереді. Кадр қазіргі уақытқа ауысады. Онда Джимми сол өртеніп кеткен гаражда тұр. Осы кезде оның полициядағы досы Гриффин келеді. Ол Джиммиге сол түні шамамен түнгі 11-де көршілердің бірінің қара BMW көлігінің жоғары жылдамдықпен жүріп өткенін көргенін, бірақ нөмірін оқи алмағанын айтады. Гриффин Джорджбен қақтығысқан топтың оны өлтіргеніне үлкен мүмкіндік бар деп есептейді. Бірақ полицияның бұған қарсы еш дәлелі жоқ. Джимми Гриффинге ұрлық жасалған сәттің бейнебақылау жазбасын жіберуді тапсырады да, көзіне жасалып, гараждан шығып кетеді. Келесі таңертең Джимми ата-анасының қабіріне барып, оларға құрмет көрсетеді. Шіркеуде жүрген кезде оның әйелі Морган келеді. Осы сәтте Морган мен Джиммидің бұл трагедияға дейін ажырасудың алдында тұрғаны белгілі болады. Морган Джиммидің жерлеу рәсіміне келмегенін айтып, оған 5 рет хат жібергенін ескертеді. Алайда ол Джиммидің ауыр кезеңді бастан кешіріп жатқанын түсініп, оны жұбатып, сен жалғыз болудың қажеті жоқ. Қаласаң, менің пәтеріме келіп кетуге болады дейді. Келесі күні Гриффин Джиммимен кездесіп, қара BMW-ның Уорренге тиесілі екенін айтады. Тергеу барысында Уорреннің сол күні Джордж байқаусызда өлтірген адамның ағасы екені анықталады. Гриффин содан кейін Джиммиге ұрлықтың бейнебақылау жазбасын береді. Түнде жаттығу залынан шыққан кезде Уорреннің көлігіне біреу артынан соқтығысады. Ол көлігінен түсіп артына қарағанда
Джиммиді қарсысында көреді. Уоррен кімге тіл тигізіп тұрғанын білместен оны боқтап сөйлейді. Алайда арнайы жасақтың бұрынғы жауынгері Джимми оған бірден тойтарыс беріп, есінен тандырады. Уоррен есін жиғанда өзін алдыңғы орындыққа байланған күйде табады. Ал Джимми көліктің ішіне жанармай шашып жатады. Ол Уорренге 2 апта бұрын оның ата-анасын қалай өлтіргенін есіне салады. Бірақ Уоррен бұл әрекетін ақтауға тырысып, өзінің дұрыс істегенін айтып, ашуға булығады. Кінәсін мойындаудың орнына ол Джиммиге сол түні оның анасын зорлағанын айтып, мазақ етеді. Эмоциясын тежеп, Джимми оған топ мүшелерінің есімдерін атауды талап етеді. Және солай істесе, оны босататынын айтады. Уоррен аттарын жазып берген соң, Джимми шылымын тұтатады. Кейін ол Морганның пәтеріне барады. Бірақ пышақ жарақатына байланысты көп сөйлей алмайды. Тұрған кезде Морган оның әлсіз екенін байқайды. Оның жейдесіндегі қанды көріп, Морган Джиммиді ішке кіргізеді де жарасын тігеді. Ажырасудың аз-ақ алдында тұрған жұп бұл оқиға салдарынан бір-біріне қайта жақындай түседі. Нәтижесінде Джимми сол түні Морганның үйінде қалады. Келесі күні Уорреннің өлімі жаңалықтарда басты тақырыпқа айналады. Алайда оның есірткі сатумен айналысқан қылмыстық өмірі бәріне мәлім болғандықтан, көпшілік бұл өлімге аса мән бермейді. Банданың мүшесі Роб Уорреннің өлімі туралы естіген соң, Леонмен бірге оның бизнес серіктесі Калебке барады. Олар Уоррен мен Калебтің пайда бөлісуге байланысты жанжалдасқанын білгендіктен, оны Уорреннің өліміне кінәлайды. Олар Калебтің есігін қағып, оны айыптайды. Алайда Калеб олардың не айтып тұрғанын түсінбейді. Оның сүйіктісі араша түсіп, Калеб айыптауларды жоққа шығарып, егер қайта келсе, оларды өлтіремін деп қорқытады. Түнде Гриф Джиммидің үйіне келеді. Ол Джиммиге қылмыскерлерді жазалауды өз мойнына алмауын өтінеді. Бірақ Джимми Грифтен өзгеше ойлайды. Ол бұл қаладағы әр отбасыға зиянын тигізіп отырған бандиттерді құқық қорғау жүйесі ешқашан тоқтата алмайтынына сенімді. Оның пікірінше, полиция тек арыздарды қабылдап, тергеу жүргізіп, қылмыскерлердің бетіне түкіргенін үнсіз көреді. Гриф кейін қарулы тонау кезінде бір адам өлтірілген қылмыс орнында болады. Осы жерде ол полиция бөліміндегі әділетсіздікті ақыры түсінеді. Бас инспектор Холланд қарулы тонау мен оның құрбандарын елемей, дүкен иесі қарсы тұрмауы керек еді, деп немқұрайлы жауап береді. Гриф эмоцияға беріліп, ол тек күнкөріс көзін қорғады деп айтқан кезде, Холланд оған, өзіңді басқара алмасаң, дәрі ішіп ал деп кекетеді. Холланд өлтірілген адамның әйелі сақтандыру төлемін алып, мол ақшаға кенеледі. Сондықтан бәрі риза болады деп мазақтайды. Осы уақытта Джимми кек алуын жалғастырып, топтың келесі мүшесі Раянға көшеді. Оны қаңырап қалған ғимаратқа апарып, орындыққа байлап, аузына қысқаш бекітеді. Арнайы жасақтың тергеушісі ретінде азаптаудың барлық түрін білетін Джимми кек алуға толығымен беріледі. Ол Раянның аузына цемент құяды. Соның салдарынан ол тұншығып өледі. Келесі күні полиция Раянның денесін тауып, оның үстіңгі денесінің цементтен қатайып қалғанын көреді. DCI Холланд бұл істі үлкен қызығушылықпен қабылдайды. Өйткені бұл оның қызметте жоғарылауына мүмкіндік беретін іс деп есептейді. Осыдан кейін бардың иесі Терри полицияға өзінің барынан алынған бейнебақылау жазбасын көрсетеді. Онда Джиммидің есінен танып қалған біреуді көлігінің артына салып жатқаны көрінеді. Деп соған бұл жазбаны бермеуге кеңес береді. Бірақ Терри Джордждың үйіндегідей өз барының өртеніп кетуінен қорқады. Полиция Морганнан Джимми туралы сұрақ қояды, бірақ ол жалған жауап береді. Өйткені Джимми сол уақытта оның пәтерінде жасырынып отыр. Кейін Джимми супермаркетте жүргенде, екі полицей оны аңди бастайды. Олар оны тұтқындағалы жатқанда, кенеттен бір көлік тоқтайды. Ішінен екі еңгезердей ер адам шығып, полиция қызметкерлеріне шабуыл жасайды. Бұл Джиммидің қашуына мүмкіндік береді. Джимми күтпеген жерден көліктен шыққан адамды көріп таңғалады. Бұл оның бұрынғы командирі, полковник Лич. Джимми арнайы жасақ үшін өте құнды кадр болғандықтан, полковник оны өзі қайтаруға келген. Ол Джиммиге барлық мәселесін 48 сағат ішінде шешуге уақыт береді, яғни қалған бандиттерді жойып, содан кейін армияға қайта оралуын талап етеді. Ал осы кезде Гриф әріптесі, арнайы жасақ жетекшісі Джоға келіп, бұл істі тереңдетіп қарамауын сұрайды. Күмәнданған Джо одан өлтірушінің кім екенін білетін-білмейтінін сұрайды. Сол кезде Гриф Джиммидің ата-анасы қатыгездікпен өлтірілгенін айтып, шындықты ашады. Джо Джиммидің шектен шығып кеткенін айтқанымен, Гриф Холланд одан артық емес деп жауап береді. Оның айтуынша, Холланд бұл істі тек бастық болу үшін пайдаланып отыр. Ал оның сыбайлас жемқорлығы мен немқұрайлылығы полиция департаментін құрдымға кетіреді. Джимми кек алуын жалғастыра береді. Өйткені армия оны қорғайтынын біледі, және оны ешкім ұстай алмайды. Леон стриптиз клубта отырған кезде, оған конверт келеді. Ішінде өлтірілген Раянның суреті бар. Қауіпті сезген Леон клубтан қашып шығады. Бірақ ол ұзаққа кете алмайды, Джимми оны соққыға жығып, есінен тандырады. Леон есін жиғанда, өзін жерде байланған күйде көреді. Оның төменгі денесі қақпаға, ал жоғарғы денесі көлікке бекітілген. Леон мұның себебін түсінбейді.
бұл Джиммидің ашуын одан сайын күшейтеді. Ол еш аяушылық танытпай, көлікке мініп, жылдамдықпен жүйткей жөнеледі. Нәтижесінде Леонның денесі екіге бөлініп кетеді. Келесі күні полковник Лич мейрамханада DCI Холландпен кездеседі. Ол полицияда Джиммиге қатысты барлық ақпаратты өзіне беруді талап етеді. Полковник Джиммидің әскерге тиесілі екенін және оны полицияның қарауына бермейтінін ашық айтады. Холланд бұған үзілді-кесілді қарсы шығады. Және егер полковник заңды айналып өтетін болса, оның өзі түрмеге қамалатынын айтады. Сонда полковник Лич Джиммидің батылдығын дәлелдеу үшін 2009 жылғы оқиғаны еске түсіреді. Ол кезде әскер Британия аумағында үлкен лаңкестік шабуыл жасамақ болған террористерді ұстап алады. Алайда олар ешқандай ақпарат беруден бас тартады. Бірақ Джимми олармен 10 минут қана оңаша қалып, барлық ақпаратты мәжбүрлеп айтқызған. Полковник Джиммидің өлімнен қорықпайтынын, керісінше, оны құшақ жая қарсы алатынын айтады. Ол соңында Холландты ескертіп, Джимми бандиттерді жойып, ізін білдірмей жоқ болатынын мәлімдейді. Холланд бұл ашық бәсекелестікті қабылдайды және Джиммиді табуға бел буады. Полковник Холландқа егер ол Джиммиге қол тигізуге әрекеттенсе, оның өзін жойып жіберетінін ескертеді. Келесі сахнада полиция басшысы мен полиция комиссары әскери басшылармен төтенше кездесу өткізеді. Әскер басшысы мәселенің мәніне бірден көшіп, Джимми еш жағдайда тұтқындалмауы керектігін мәлімдейді. Ол Джимми туралы көп мәлімет ашпаса да, оның Британияның ең құпия агенттіктері үшін өте маңызды екенін айтады. Әскери басшылық полиция басшыларынан бұл істің барысы туралы тікелей есеп беруді талап етеді. Кешкі уақытта Джиммидің ата-анасын өлтірген топтың соңғы мүшесі Роб есірткі сатушының үйіне апарылады. Джимми оны есік қағуға мәжбүрлейді және қалқан ретінде пайдаланады, бірақ Роб кейінірек қашып кетеді. Джимми топтың қалған есірткі сатушыларын өлтіреді, тек Уорреннің серіктесі Калебті тірі қалдырады. Джимми оны орындыққа байлап, шелектегі химиялық қоспаны араластырады. Дәл осы затты сатушылар есірткі жасау үшін қолданған. Содан кейін ол барлық ақшаны сол қоспамен ертіп, ақырында химиялық затты Калебтің басына қиып, оны тірідей ертеді. Осы уақытта детектив инспектор Холланд полиция қызметкері Гриффиннің басынан бастап Джиммиге ақпарат беріп отырғанын түсінеді. Сондықтан ол келесі құрбан кім болатынын сұрайды. Алайда, Гриффин жауап беруден бас тартып, Джиммидің жолына кедергі жасамауын өтінеді. Бірақ Холланд бұйрыққа қарсы шығып, Джиммиді табуға бел буады. Ол алдыңғы түні қашып кеткен топтың соңғы мүшесін ауруханадан анықтайды. Келесі көріністе ақсаңдап жүрген жігіт Джиммидің пәтерінде бір қатар хаттарды қарап отыр. Көп ұзамай Джимми оны қуып жетіп, теңіз портына дейін айдауға мәжбүрлейді. Ол әлгі жігітті тізерлеп отырғызып, қолын байлайды да, шприц шығарып, бұл өте қауіпті аэрозол екенін айтады. Ол адамды іштен күйдіріп жібере алады. Роб Джиммидің бетіне түкіріп, оған өз көлігінің жүксалғышына қарауын сұрайды. Джимми таңғалып, жүксалғышты ашқанда, Робтың Морганды өлтіріп үлгергенін көреді. Абыржып, қатты шаршаған Джимми ашуға булығып, тапаншасындағы барлық оқты Робқа атып тастайды. Дәл осы кезде Холландтың басқаруымен арнайы жасақ сват келеді. Гриффин де жетіп, Холландқа Робты ауруханадан босатып, оның Джиммидің әйелін өлтіруіне мүмкіндік бергенін бетіне басады. Холланд оны босатқанын мойындайды, бірақ оның Морганды өлтіретінін білмегенін айтады. Холландтың шынайы бет бейнесін көрген арнайы жасақтың капитаны Джо өз жасағына шегінуге бұйрық береді. Бұған таң қалған Холланд ештеңе істей алмайды. Күдікті қашып кеткеннен кейін, олар жаралы әрі күйреген Джиммидің кетуіне мүмкіндік береді. Холланд оны жалғыз тоқтатуға тырысқан кезде, Джимми оны жұдырықпен ұрып құлатады да, жай ғана кетіп қалады. Фильм қараңғы тар көшеде аяқталады. Қоқыс жәшігінен қоқыс төгіп жатқан бейтаныс қызды екі жігіт ұстап алады. Қыз айғайлап көмек сұрайды. Ал Леяның арғы шетінде Джимми пайда болады. Ұрылар оған қарсы қарап, жолыңнан былай тұр дейді. Экран қараңғыланып, Джиммидің зұлым күлкісі естіледі және фильм аяқталады.